Армысыздар, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Алтын қалам» әдеби сыйлығының жеңімпазы. Призер литературного конкурса «Алтын қалам». Как переводится «алтын қалам»? Алтын – золото, қалам – карандаш. Золотой карандаш. Призер литературного конкурса «Золотой карандаш». Оқулықтың 36-шы бетін ашайық. Открываем в учебнике, вторая часть, страницу 36. Познакомимся с новыми словами. Жыр-мүшайра. Состязание в поэзии. Жүлдегер, призер. Жеңімпаз, победитель. Одақ мүшесі, член союза. Жыр-жинақ, сборник поэзии. 36-шы бет, екінші тапсырма. Открываем. Второе задание на странице 36. Суреттерді пайдаланып мәтін құра. Сенің ойынша, олар қандай байқауларға қатысты? Нужно составить предложение по картинкам. Как вы думаете, эти ребята участвуют в каких конкурсах? Бірінші суретте домбыра тартып отырған екі баланы көріп отырмыз. Демек, бұл балалар қандай жарысқа қатысып жатыр? Два мальчика играют на домбре. Скорее всего, они принимают участие в конкурсе на самый лучший күй. А на второй картинке мальчик и девочка танцуют бальные танцы в паре. Значит, эта пара участвует в конкурсе бальных танцев. Қыз бен ұл сурет салып жатыр. Демек, олар сурет салу жарысына, конкурсына қатысып жатыр деген сөз. Ал бұл балалар не істеп отыр? Өздерің жауап беріп көріңдерші. Чем занимаются дети на данной картинке? Как вы думаете, в каком конкурсе они принимают участие? Ал енді оқулықтың 37-ші бетіндегі 3-ші тапсырманы ашайық. Мәтінді тыңда, түсініп оқы, тақырып қой. Прослушаем текст. Сарин Қалқаман Айымғазыұлы 1978 жылдың 2 қаңтарында қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Архат ауылында дүниеге келген. 1994 жылы орта мектепті, 1998 жылы Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің тарих факультетін бітірген. Еңбек жолын мұғалім болудан бастаған. 1998 жылдан 2008 жылға дейін Қазақ ұлттық музыка академиясында оқытушы болып қызмет атқарған. Қалқаман Сарин халықаралық республикалық жыр мүшайралардың жүлдегері, халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты, Алтын қалам әдеби сыйлығының жеңімпазы, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты. Ол Қазақстан Республикасы жазушылар одағының мүшесі, Арманымның бейнесі атты жыр жинағының авторы, Жібек сезім, жүрек сөзім деп аталатын үнтаспасын шығарған. Ел ішіне кеңінен танылған Қызыма, Күзгі бақ, Жібек сезім және тағы басқа әндердің мәтінін жазған. Қалқаман Сарин родился в 1978 году 2 января в деревне Аркат, Абайский район, Восточно-Казахстанская область. В 1994 году окончил среднюю школу. В 1998 году закончил исторический факультет Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева. Начинает свой творческий путь в качестве учителя с 1998 по 2008 год работает преподавателем
в Казахской национальной академии музыки. Калхаман Сарин – призер международных и республиканских поэтических конкурсов, лауреат международного фестиваля «Шабат», призер литературного конкурса «Алтын қалам», лауреат премии Государственного молодежного конкурса «Дарын». Он является членом Союза писателей Республики Казахстан. Автор поэтического сборника «Арманымның бейнесі», то есть «Образ мечты». Выпустил пластинку «Жібек сезім, жүрек сөзім». Написал текст к ставшим популярными песням «Қызыма», «Күзгі бақ», «Жібек сезім» и другие. А теперь открываем 37-ю страницу, 4-е задание. Оқулықтың 37-ші бетіндегі 4-ші тапсырмасын ашайық. Мәтінді пайдаланып, сөздерден сөйлем құрап жаз. Составь предложение, используя текст. Мы с вами прочитали текст на казахском, потом я перевела вам его на русский язык. Выбирая из текста нужные слова, дополните предложение. Например, Калхаман Сарин. Халықаралық республикалық жыр мүшәйралардың жүлдегері. Дүниеге келген. Смотрим в тексте, когда родился Калхаман Сарин. Еңбек жолы. Начало его творческого пути. Начинается с... Берем в тексте нужные слова и вписываем во второй столбик. Лауреат. Является лауреатом каких конкурсов? Жеңімпаз. Победителем чего? Каких конкурсов? Мүше. Тоже берем из текста. И так далее. Жыр жинақ. Какой поэтический сборник выпустил Калхаман Сарин? Әндер. Какие его песни стали знаменитыми? И последнее «Үнтаспа». Какую пластинку выпустил Калхаман Сарин? Это тоже есть в тексте. Данное задание выполняем в тетрадях. Дәптерге сөйлемдерді жазамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.